Пәні қазақ тілі, тақырыбы я әрпінің жазылуы. Бейне жазбаны көр. Я әрпінің алдында дауысты дыбыстар және и әрпі жазылады. Кейде я әрпінің алдында и әрпі ғана емес, әрпі де жазылады. Бояу, қария, зиян, сия, қияр. Қызыл үйге я әрпі жіңішке естілетін сөздерді сары үйге орналастырайық. Сая, сия, сояу, зиян, жария, тақия, қияр, пияз. Бұл сөздердегі е әрпін жуан немесе жіңішке дауысты болатынын қалай байқадық? Сөздегі жуан дауысты дыбыстардың әсерінен е әрпі жуан айтылады. Сая, сояу, жария, тақия, қияр. Сөздегі жіңішке дауысты дыбыстардың әсерінен е әрпі жіңішке айтылады. Сия, зиян, пияз. Сөздегі дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке болуына байланысты е әрпі де бірде жуан, бірде жіңішке болады. Қайталайық. Есіңе сақта. Сөздегі и әрпінен соң а жазылмайды. Я жазылады. Мысалы, пияз, тақия, әлия. Тапсырма. Бақтияр неге ұялды мәтінін мәнерлеп дауыстап оқы. Ол үшін бейне жазбаны тоқтат. Егер саған экраннан оқу ыңғайсыз болса, онда кітаптың 29-шы бетінде 57-ші жаттығу бар. Сол жерде бұл мәтін берілген. Мәтіндегі Бақтияр деген баланың есімінің жазылуына назар аударайық. Яғни, и әрпінен соң а әрпі жазылмайды, я әрпі жазылады. Келесі кезекте дәптермен жұмыс жүргіземіз. Ол үшін дәптеріңді ашып, бүгінгі күнді жаз. Қыркүйектің 22-сі. Үй жұмысы. 58-ші жаттығу 29-шы бетте орналасқан. Сөздердегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып жаз. Бұл сөздерде бір әріп түсіп қалған. Қай әріп екенін ойлан. Келесі 61-ші жаттығу. Құстарға қамқорлық тақырыбында берілген тірек сөздермен әңгіме құрап жаз. Алдымен әңгіме құрамас бұрын бейнероликке назар аудар.
Бейнежазбаны қарап болсаң, құстарға қамқорлық тақырыбында берілген тірек сөздерді пайдалана отырып, яғни балалар, құстар, ұя жасау, жем шашу деген сөздерді пайдаланып әңгіме құрастыр. Құраған әңгімеңді дәптерге жаз. Көркем жазу керек екенін ұмытпа.